келіп дайым. Ілеулі сол қайыңда тұрған қубас, қобыздай ызылдар жел, соққан сайын. Қазақ ақыны, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіровтің жазған «Құлагер» поэмасына арналған бук-трейлерді ұсынамын. Тұстымда сері болсын, пері болсын, ұнайды өмір мен ақан маған демекші, «Құлагер» поэмасы ақан серінің өміріне арналған поэма. Ақын тәтті әндерімен халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ақан және оның жан серігі болған құлагер бейнесін аса шебер суреттей білді. Қарашай құтырын мұнауғазды, көңілім қызды көріп ала қызды, аңтиды гүлдің иісі ертеліге, жумасаң шықпай дейсі жуаңы. Поэманың негізгі идеясы ақынға деген халық құрметін, махаббатын көрсету, қатал заманда шеккен қасіреті мен қорлығын жеткізу. Ақан сері өмірінің трагедиялық беттері кеңінен ашылады. Автор үлкен шеберлікпен сол замандағы адамдардың арасындағы көреалмаушылық сынды жағымсыз қасиеттің ел арасындағы әлеуметтік қоғамдық мәселенің сырын ашады. Зұлым батыраш өзінің жендеттерін жұмсап, бәйгеден озып келе жатқан ақынның құлагерін өлтіреді де өз дегеніне жетеді. Құлагер, қуанышпенен қосып едім, алдынан үмітпенен тосып едім. Жиылып арғын найман қарағанда, тіл мен көз термедеп шошып едім. Құлагеріне жасалған қастандықты ақан үшін орны толмас қайғыға айналды. Тағдырдың тауқыметіне төзбеген өнер иесі өмірдің мәнін жоғалтқандай күй кешеді. Өзіме қатты ұнады. Сіздерге де оқуға кеңес беремін. Құлагер поэмасы қазақ әдебиетіндегі ең көркем, ең жүрекке жететін туындылардың бірі.